Бәріңізге сәлем, бұл Алтын балық каналы. Бүгін сіздерге қорқынышты аттракциондар жайлы көрсететін боламыз. Егер де бүгінгі видеоның астына 100 лайк жинасақ, келесі видеоны шығаратын боламыз. Бізбен болғандарыңызға көп рахмет. Қытайлар қорқынышты көпірді жақсы көреді. Ол жерде әйнектен жасалған көпір бар екен естіген шығарсыздар. Және ол көпір жыл сайын келген туристері қорқытуға дайын. Біз ол көпірдің қарсыласын тапқан секілдіміз. Ол көпір 300 метр, ал бұл көпір оған қысқа екеніне қарамастан өте қорқынышты. Бұл көпірден өтпек болған адамдарға қауіпсіздік арқаны тағылады. Өйткені бұл көпірдің биіктігі 200 метр, ал кейбір жерлерден секіру керек болады. Бұл көпірде орналасқан бөренелер кей жерлерінде 50 сантиметр болса, ал басқа жерлерінде 120 сантиметрге шейін барады. Бізге бұл видеодан көпір өте қатты қорқынышты болып көрінбеуі мүмкін, алайда қорықпаймыз деп келген саяхатшылардың өзі қорқуда. Бір ғана қате қадам жасасаңыз төмен қарай құлдилайсыз. Жерге құлаймын деп ойламаңыз, өйткені сіздің құтқарушы арқаныңыз бар. Кейбір адамдар бұл көпірден 2 адам болып өтпекші болады. Бұл көпір сіздің аяқ-қолыңызға қауіпсіз болмауы мүмкін, өйткені ода қауіпсіздік арқаны жоқ қой. Zip World Velocity. Жоғардан төмен қараудың өзі қорқынышты. Ал сіз жоғардан төмен қарай құлдилауға қалай қарайсыз? Дәл осындай аттракцион Ұлыбританияда орналасқан, және сізге инструктор неше түрлі қауіпсіздік белдіктерін тағып, қай жерден ұстау керектігін айтады. Содан кейін сіз жоғары жылдамдықпен төмен қарай қозғаласыз. Бұл аттракционда қауіпсіздікке арналған бас киім мен қауіпсіздікке арналған көзілдірік береді. Көзілдірікті алмай қалып жүрмеңіздер, өйткені бұл аттракцион 160 км/сағатына дейін жылдамдықпен жүреді. Биіктен төмен қараған кезде табиғат өте әдемі көрінеді. Алайда бұл аттракцион өте жылдам болғандықтан 1,5 километрде орналасқан мәреге 1 минутқа жетпейтін уақытта жетеміз. Huaxiang Club Seapats. Бұл экстремалды аттракцион Қытайда орналасқан. Егер сіз экстремалды заттарды жақсы көрсеңіз, онда осы Huaxiang тауына келіп өзіңіздің көңіліңізді көтерсеңіз болады. Бұл тауға көптеген елдерден саяхатшылар келіп, өзінің қорқынышын жеңіп, көңілдерін көтереді. Егер де сіз осы аттракционнан өтетін болсаңыз, онда биіктіктен қорқынышыңызды өмір бақи құтылатын боласыз. Бұл аттракцион өміріңізге қауіпті деп қорықпаңыз, өйткені бұл аттракционда қауіпсіздік белдіктері мен қауіпсіздікке арналған темірлер орнатылған. Жыл сайын бұл жерге келетін саяхатшылардың саны көбеюде. Осы видеоны соңына шейін көргеніңізге сізге көптен көп рахмет. Сізге айтам, сізге көп рахмет. Егер де осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға подписка жасауды ұмытпаңыз.